саламатсыздар ма? Бүгін сіздермен бірге бризоль дайындайтын боламын. Ол үшін бізге 500 грамм майсыз фарш, мен оның бетіне бір жуаны ұсақ теркадан өткізіп қойдым уже. Және гарниріне бізге картошка болады, полив жуадан жасаймыз, және ортасына начинкасы сырдан болады. 3 жұмыртқа, сүт және май, бұрыш, тұз болды. Гарниріміз біздің бризолімізбен бірге дайындалу үшін біз оны алдын ала суға қайнатып пюремізді дайындай береміз. Тұзды пюреге саламыз сразу, чтобы тұзды болу үшін. Бетін жабамыз. Все, енді бризоліме кірсе берсем болады. Фаршымызды дайындаламыз. Фаршымызды тұздаймыз бірінші. Және де қара бұрыш себеміз. Кішкене сүт қосып. Қолымызбен араластырамыз. Фаршымызды біз примерно неше бризоль жасаймыз, соған бөліп қоямыз. Мен, например, 4 бризоль жасайм. Бризолімізге одан кейін жұмыртқасын дайындап аламыз. Үш жұмыртқа бізге жарайды, 4 бризольға. Бұған кішкене сүт қосамыз. Бізде сүт. Оны да тұздаймыз. Сосын араластырамыз. Жұмыртқасын осылай дайындаламыз. Енді біз бризоліміздің формасын келтіреміз. Әркім өзінің сковородкасына қарай келтіреді формасын. Ол үшін бізге мен ыдыстың крышкасын пайдаланам, және салафанды пайдаланам. Салафанды ыдыстың үстіне қойып, салафанымызды кішкене майлаймыз. Және дайын фаршымызды алып, үстіне қоямыз. Үстіне екінші салафанмен жабамыз. Және формасын келтіреміз. Енді бризолімізді қуырамыз. Дайын болған сковородкамызға майды құямыз. Және оған жұмыртқамызды құямыз. Жұмыртқамыз кішкене көбірек қосып. Оған дайындаған фаршымызды саламыз. Сковородкамыздың бетін бір 3 минутқа жабамыз. Бризоліміздің ортасынан начинка, сыр саламыз. Оны ораймыз. Бетіне. Для красоты сыр салып жүрсеңіз болады бүйтіп. Бұл қазір ерейді. Бризолімізге енді гарнир дайындаймыз. Ол үшін бізге піскен картошкамыз өзіміздің, және сүт керек. Картошкамыз біздің тұздалған. Сүт құямыз да. Енді егізгішпен еземіз. Гарниріміз дайын. Дайын болған тамағымызды енді тарелкамызға саламыз.
Хорошо, конвертим поставим. Бризольный соус. Және алдын ала дайындалған бізде қияр. Және де қызанақ. Жуаны өстіп саламыз. Жаңа дайындаған свежий. Үстіне әдемілеп қойып, укроппен өстіп безендіріп қойсаңыз болады. Мен помидорымызды кішкене тұздап береміз. Осылай түскі ас дайын. Міне біздің бризольіміз дайын. Менің каналыма подписка жасап, ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Енді дәмін көретін боламыз. Бризольіміздің мен сізге іштерін көрсетейін. Бризольімізді былай кесеміз. Еші бәрі піскен. Дәмін көрсеңіздер болады. Өте дәмді. Ас болсын.